кәдімгі бетіңе фильтр қойдың. Не болды саған? Не болды? Не жолдың? Апельсин? Қосылайық көріп отыр, қосылайық. Ханзадалардың күшін көргісі келіп отыр өзі. Бағанадан бері күтіп. Неге хиджаб киетін бе? Қойшы. Қойшы кім? Кісі. Қойшы. Бутя братан тұр, бутя братан. Болды ма? Нөл болды. Бұл жақтан қолдар кетіп жатыр, рахмет. Менің туған күнім Happy birthday to you. Туылған күніңе. Машинада құттықтап. Анау 1 январьда машинаның ішінде құттықтап қалатындар болады ғой. Ылғи сөйтеді ғой біз екеуміз жалпы. Бүгін 23 жасымда өзім туған күнді өзімнің отбасыммен қарсы алып жатырмын. Қасымда менің мамочкам бар, бауырларым бар. Енді самый күшті туған күндерімнің бірі деп айтуға болады. Іште пысқырамыз. Жасап жатқан барлық адамға рахмет. Өздеріңіз білесіздер, менің қазір үміткерім жоқ. Маған үміткер болып келемін десеңіздер, немесе біздің басқа да қатысушыларға үміткер болып келгілеріңіз келсе, қазір ссылка қойып кетемін, сол жерге жазсаңыздар болады. Біз сіздерді күтеміз. Енді бізде бір асып баратқан талаптарымыз жоқ. Главный бір адал, жақсы бір жігіттер болса, еңбекқор деген сияқты. Главный адамгершілік қой. Добрый день всем. Всем День добрый. Как красота Кослайк. День сегодня прекрасный. Точно. Всем хорошего дня. Все вы еще такие разные. Разные, но прекрасные, красивые. На свои губы посмотри, ой, зубы. Все всегда пишут, почему я ничего не выкладываю. Очень редко, да, пост делаю. Обещаю, не то что обещаю, давайте поспорим. 30 дней, 30 постов. Или рилсы, или фотки, хоть что. Если я не выполню, если я хоть один день ничего не выложу, я должна буду вам что-то подарить или отправить деньги. Может, это хоть для меня станет мотивацией. Я буду каждый день что-то выкладывать. Мне иногда не хочется выкладывать, потому что я не хочу на телефон снимать. Мне хочется все время на камеру, чтобы профессионально было. Но я знаю, что мои люди ждут от меня контент. После эфира сразу приехала домой. Вы, наверное, видели, да, как я сильно переживала. Но все хорошо. Мы верили в это. Вот. Еще насчет рыб. Очень много советов получила. Я не знаю, что я с ними буду делать, потому что, к сожалению, у меня нету времени. Походу, домой придется отправить. И попугайчиков тоже. Многие писали, чтобы я подарила, но, к сожалению, оказывается, многие находятся в Кыргызстане. Я все смс-ки, к сожалению, не смогла открыть. Но да, очень многие писали, чтобы я подарила им. К сожалению, я отправлять в Кыргызстан как-то неудобно. Мне придется там такси искать и так далее. Тоже свои заморочки есть. Так что так не хочется. Абылайхан, сіздің қалыңыз қалай? Өте жақсы. Кешегі сайыстан қанша ұпай алдыңыз? Кешегі сайыстан 6 бал алып қалдым. Одан бір көңіл күйіңіз түсіп, ондай болған жоқ па? Түсіп қалды. Білмейтін сұрақ келді, өмірімде естімеген. Бірақ енді бүгін ана соңғы түйені жүге ауырып, бірақ мен біріншісімді ауыр сияқты, өйткені қарсыласым жоқта, бірінші шыға салам, қойды көтерем. Ода бір ешкіммен жарысам. Мотивация болмай тұр да, бір мен бір бүгін сұрақ көрсем деп отырмын, мені бір аяқ жағынан бастасақ па деген сияқты. Енді ондай болмайды. Бірінші орны, бірінші нумерация алдыңыз, солай соңына дейін келіп. Бар күшім салам, мен естеймін басқа. Иә. Маған қарап енді қалғандары дұқтан сынып қалама деп ойлап отырмын. Солай. Сондайға жеткізіңіз енді, сәттілік. Ассалаумағалейкум, достар, халқым, елім, жұртым. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Бүгін 14:30-да Евразия телеарнасында Кослайк жобасында үлкен аламан жарыс болады. Соған ат салысып, қарап, жанкүйер болып, қолдап, қорғап, бізбен бірге болыңыздар. Жаңағы көбісі сұрап жатыр, қалай дауыс береміз деп. Астында QR болады, сол QR-ға телефондарыңызды
кәдімгі камерамен апарасыздар, содан бір ссылка шығады, соны басасыздар, ары қарай өзі кіріп кетеді. Солай дауыс бересіздер енді. Қолдап атқандарыңызға Алла разы болсын, рахмет. Енді бүгінгі жарыс енді нағыз ері жігіттердің жарысы деп білем. Сондықтан қолдаңыздар әрмен қарай. Біз сіздердің және өзіміздің намысымыз үшін күресетін боламыз. Сот деген капец көп болып кетті. Сергейгеміз там роддом бар, анау бар, мынау бар. В общем, почти миллиондай құртыппыз, оказывается. Енді оның барлығына ақша білесіздер. Су болып кетеді ғой қазір, тем более бағамен. Вот так вот. Поэтому ақшаны үнемдеп и вообще ақша көбейту керек болып жатыр біз. Осыдан 5 жыл бұрын ба, 4 жыл бұрын ба мен осы домда тұрғанмын, квартирада. Сол кезде бұл квартира 100 000 теңге болды, двухкомнатная. Осы жерде хозяин бір еркісі болатын. Мына жерде еще бокске баратын, Байзак центрге. Осы жерде 5 қыз тұрдық па, Салта, кім тұрды? Ақтаудың 2 қызы тұрды. Салта бар, сосын Арайка бар, Мика бар. Әлі бар ғой домдар ескі. Сносить деп еді. Не снесли еще. Бірақ ыстық, мына жерде қаншама естеліктер өтті. Тағам болатын, мост Сәтбаевада. Қазір Аллаға шүкір өз үйім бар. Барлықтарыңызға өздеріңіздің баспаналарыңызды алып бұйырсын. Квартирада тұрған все-таки в страхе, знаете, вот в любое время қуып жіберу мүмкін, да, гарантия жоқ та. Договор, не договор, но гарантия жоқ. В любое время көтіңнен бір теуі мүмкін. Сондықтан өз үйің болғанға не жетсін. Ұйықтай бересің, да, квартираға, арендаға төлеу қажет емес. Ал квартира тұрған кезде аренданың ақшасын төлеу үшін кәдімгідей жұмыс істеп, ертең квартира деп қорқақтап, сөйтіп в страхе живешь. Так что өз пәтерлеріңізді алу үшін еңбек етіңіздер. Біз қазақтар солмыз ғой, үй, машина деп жұмыс еңбек етеміз. Әйтеуір жетпейді ақша никогда. Қараңыздар, 19.